Баршаңызға қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен әдеттегідей Фариза асханасы. Бүгін сіздермен үйлеріңізде тұрып қалған немесе қарайып кеткен банандарыңыз болса, дәл осындай әдемі болып шығатын кекстардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Бисмиллах деп ендеше кексімізді бастайық. Мен осындай қарайған банандарды істететін боламын. Оның сырты қарайғанымен іші көріп тұрғандарыңыздай аппақ және өте дәмді болады. Сондықтан да дәл осындай қарайған банан істетуге кеңес беремін. Банандарымыздың сыртынан жақсылап тазартып аламыз. Мінекей, екі бананымызды да қабығынан тазартып алдық. Енді шанышқының көмегімен дәл осы видеода көрсетілгендей етіп езіп аламыз. Енді жұмыртқалы массамызды жасайтын боламыз. Екі жұмыртқаның үстіне шым-шым тұз және қант салып, жақсылап беншіктің көмегімен араластырамыз. Тұз бен қантымыз еріп кеткенше араластырамыз. Кейін үстінен сұйық май құямыз. Оның үстінен жаңағы дайындап қойған банандарымызды салып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Енді осы сұйық массамыздың үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымыздың жарты бөлігін саламыз. Үстінен қамыр қопсысы салып, жақсылап араластырамыз. Енді тағы да ұнымыздың қалған бөлігін салып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей, біздің қамырлы массамыз дәл осы видеода көрсетіліп тұрғандай қоюлықта болу керек. Енді өз қалауларыңыз бойынша грек жаңғағын орташа бөліктерге бөліп салып жіберсеңіздер болады. Дәмі одан да керемет болып шығады. Енді біздің массамыз дайын. Енді осы массаны арнайы кекстің ыдыстарына салып пісіретін боламыз. Қатты толтырып жібермейміз. Жартысына дейін салып, барлығын салып жайғастырып шығамыз. 160-170 градус қызып тұрған пеште 30-35 минуттың көлемінде пісіреміз. Пісу уақыты әркімнің пеші әрқалай болғандықтан, оны өздеріңіз қадағалап отырып пісіресіздер. Мінекей, осымен біздің банан қосылған өте дәмді кекстарымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша бір рет болса да жасап көріңіздер. Әсіресе балаларға қатты ұнайды деп ойлаймын. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Және де комментарий бөліміне менің келесіде қандай видео күтесіздер, соны жазып қалдырсаңыздар, міндетті түрде келесіде шығаратын боламын.